Шымкент қайырымды қала деген атауды бұдан бірнеше жыл бұрын иелену керек сияқты. Менің өзімнің осы оңтүстік өлкесіндегі Шымкент қаласына табан тірегелі бері Шымкентті танығаным, Шымкентті білгенім, оның халқын зерттегенім, басқа өзге қалалардан айырмашылығы көп. Қай жағынан алып қарасаңыз да, еңбекқорлық жағынан да, бауырмалдық жағынан да, қонақжайлығынан да, табиғаты жағынан да, адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынас жағынан да, бұл осы жағының бәрінен басқа елдерден ерекшелігі өте көп, ауыз толтырып айтатындай ақ. Кейде өзге елдерде жүрген кезде осы Шымкент туралы осындай қасиеттерді айта бастасаң, бәрі таңдай қағып, шын мәнісінде осы елге деген махаббаттарын, осы елге деген қуаныштарын білдіріп жатады. Енді шынын айту керек, біз бір-бірімізді сүйреп, бір-бірімізге көмек көрсетіп, бір-бірімізді бауырға тарту жағынан басқа елдерден оқ-бойы алда жүреміз. Мейлі қызметке барсын, мейлі достың арасындағы болсын, бір-бірлеріне деген қарым-қатынастары, ыстық-ықыласты махаббаттары ерекше. Мейірімділік жағында сондай. Қай жерде біреу қатты қиналып жатқанын көріп жатса, болмаса бір қатты ауырып қысылып жатқанын көріп жатса, оған қол ұшын беріп өтіп кете алмайды біздің халық. Өзінің шамасы келмесе де, өзі себепкер болып, біреулер арқылы сол қиналған адамға жәрдем беруге дайын тұратын үлкен мейірімнің иесі. Шымкент қайырымды қала.